Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ болып шығатын әрі дәмі тілі үйіретін сүзбелі сочниктер дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, ірімшік, ұн, қант, қопсытқыш, сары май және қаймақ. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, үстіне қант салып миксерлейміз. Үстіне шымшым тұз қосамыз. Қаймағымызды және жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды бірден салып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Міне біздің қамырымыз толықтай дайын болды. Енді осы қамырымызды мешокқа салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоя тұрамыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға ірімшігімізді салып, шанышқының көмегімен езіп аламыз. Үстіне бірден қантымызды, жұмыртқаның сарысын, қаймақ, ванильді қант және ұн қосып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, бірнеше бөліктерге біркелкі етіп бөліп аламыз. Менде бір қамыр 65 грамның көлемінде, барлығын біркелкі етіп бөліп алдым. Бөлінген қамырларды осылай домалақтап шығамыз. Қамырды жаюға кірісеміз. Өте жұқа етпей, орташа көлемге жайып шығамыз. Салмасын қамырдың шетіне қарай салып, бетін жауып, сочниктерімізді жасап шығамыз. Сүзбелі сочниктеріміздің барлығын дәл осы әдіспен жасап шығамыз. Жұмыртқаның сарысына бір шай қасық сүт қосып араластырып, сочниктеріміздің бетіне жағып шығамыз. Алдымен сочниктердің барлығының қамырына жағып шығамыз, кейін салмасына жағатын боламыз, яғни ірімшігі қамырдың үстіне жағылмас үшін.
180 градуста 30 минут пісіреміз. Міне біздің сочниктеріміз толықтай дайын болды. Бетіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Сүзбелі сочниктеріміздің ортасы осындай болып шығады. Қамыры жұмсақ, салмасы нәзік. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.